Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен құрамына ешқандай жұмыртқа қоспай, құймақтар, яғни бленнелар жасайтын боламыз. Жұмыртқа қосылып жасалатын бленнелардан ешқандай айырмашылығы болмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға сүт, оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырып аламыз қант ерігенше. Сонан соң електен өткізілген ұнды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей массамыз осындай түйіршіктер қалмағанға дейін осылай араластырамыз. Енді бокалымызға қайнап тұрған ыстық суды құйып, үстінен содамызды салып араластырамыз. Енді осы дайын болған массаны бағана қамырлы массамызға құйып, кішкене сұйық май қосып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Керекті заттардың мөлшерін астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Мінекей біздің массамыз дайын болды, дәл осындай сұйықтықта болу керек. Енді алдын ала қызып тұрған табамызға құйып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей дәл видеода көрсетілгендей беттері құрғап, айналасы сарғая бастағанда екінші бетіне аударып, екінші бетінде дәл солай сарғайтып пісіріп алатын боламыз. Дәл осылайша бленнеларымыздың барлығын пісіріп аламыз. Достар, менің каналымнан бұдан да басқа көптеген сәтті рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан да каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, және де басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Бұдан да басқа көптеген рецепттерді салып отыратын боламын. Сондықтан да қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің салған видеоларым бірінші болып сіздерге барып отыратын болады. Мінекей, осымен біздің құймақтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары әдем болып пісіп шықты, және өте жұп-жұқа, өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай ұқсап шығатын рецепттердің бірі, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.